Ханшайым Хасекимен. Ұзақ жылдар алдын Жапонияның астанасында Ханзада Тайонари Фудзияра деген бай мемлекет қайраткері және оның әйелі патшайым Мурасаки, олардың қыздары Ханшайым Хасекимен жасаған екен. Олар өте бақытты отбасы еді. Патшайым Мурасаки қатты ауруға шалдықпағанға дейін. Ол өзінің өмірі таяп қалғанын сезіп, енді 5 жасқа толған Хасекименді қасына шақырды. Қызы не болып жатқанын жақсы аңғармайтын еді. Бірақ ол кішкентай болса да өте ақылды, тыңдайтын, мейірімді қыз болған. «Анашым, қызым, мүмкін мен жақында кетермін». «Қайда кетесіз, ана?» «Сұлу бір өмірге. Менің кетуден басқа амалым жоқ. Мен кеткен соң сен батыл болуың керек. Жарай ма? Көз жасыңды төгіп жылап жүрме. Әкеңе мейірбан бол». Хасекимен: ақылды адам үлкендерге құрмет көрсететін, кішілерге мейірімді болу керек. Әр адамға құрметпен, махаббатпен сөйлеу керек. Өмір саған берген әр жақсы нәрсеге риза, әр жаман нәрсеге сабырлы болуың керек. Қызым, осы жай көрінген нәрселердің қаншалықты құдіретті күшке ие екенін білесің бе? Бұл нәрселер сенің өмірдің қиыншылықтарынан өтуге көмектеседі. Мен кеткен соң әкең басқа әйелге үйленуі мүмкін. Ол әйелге анаңа болғандай мейірбан көрсет, дейді патшайым. «Иә, сіз айтқандай істеймін», дейді Хасекимен. Ертеңіне патшайым Мурасаки өмірден өтеді. Бірнеше жыл өтіп, Ханзада Тайонари патшайым Терутиге үйленеді. Ол Мурасаки секілді ақылды, мейірімді емес, керісінше көре алмайтын, ашушаң әйел еді. Ол Хасекименді ұнатпайтын, өз қызындай көрмейтін еді. Хасекимен оның алдына келгісі, сөйлескісі келер еді, бірақ Терути ашуланып кетіп қалатын. Сонда да қыз оған мейір көрсетуден тоқтамайды. Ол өте ақылды, мейірімді қыз болып өседі. Сабақтарды жақсы оқитын, қылышпен күресетін, жебемен жақсы оқ ататын еді. Бірақ оның ең сүйікті сабағы музыка және поэзия болатын. Барлығы оны сүйсініп тыңдайтын. Сол кез қызметші келіп, ұлы императордан елші келгенін хабарлайды. Елші кіріп келеді. «Сізге саулық тілеймін, Ханзада. Ұлы императордың өтініші бойынша келіп тұрмын», дейді. «Әрине, ұлы императордың өтініші мен үшін бұйрық. Мырза, көктем мен күн мейрамының өтуіне байланысты Ханшайым Хасекимен кате салып өнер көрсетуі және патшайым Терути флейтамен қосылуын сұрайды», дейді. «Ұлы императорға айтыңыз, концертте өнер көрсетуі біз үшін құрмет». Солайша Ханшайым Хасекимен және Терути концертте өнер көрсетеді. Хасекимен өте әдемі салды. Бүкіл тыңдаушылар тамсана қарады. Ол әдемі ойнап жатқанда Терути адасып ілесе алмай қала берді. Адамдар оған мән беріп жатқан да жоқ еді. Ұлы император оның өнер көрсеткеніне алғыс білдіріп, қымбат әшекейлер сыйламақ болады. «Рахмет, ұлы императордың алғысының өзі мен үшін үлкен қазына», дейді Хасекимен. Бұларды көрген Терути одан да жындана кетеді. Барлық көрермендер Хасекименге қол соғып жатыр еді. Терути солайша Хасекименнен құтылмақ болып, әр нәрсе жоспарлар түзеді. Оны қызметшілер арқылы Ханзадаға жамандатады. Бірақ Ханзада ол сөздердің ешқайсысына сенбейді. Өйткені қызының ақылды және өте мейірімді екенін біледі. Терути не сылтау айтса да, Ханзада қызынан ешқашан күмәнданбайтын еді. «Ол мені үстіме су шашып жіберді. Флейтада ойнап жатқанда маған кедергі келтірді», дейді Терути. Ханзада қақалап күледі. «Терути, босқа әуре болма. Хасекименді бұндай жасамайтынын мен жақсы білемін ғой». Терутидің үміті сөне бастады. Бір күні Ханшайым Тайонари бір айға іс сапарына аттанады. Екеуіне өзі жоқ кезде патшалықты басқаруды тапсырады. Мүмкіндік туғанына қуанған Терути қызметшісін шақырып, Хасекименді алыс, қауіпті тауға апарып тастауды бұйырады. Қызметші қорқып, ол өте қауіпті, өлім көп болатын тау екенін айтады. «Сол үшін апаруын керек, және бұл жерге сенде ешқашан қайтып келме», дейді Терути.
Бұйрыққа көнбесең жазалаймын. Ертеңіне қызметші Хасекеменді Хибари тауына алып барады. Неге бұл жерге келдік деп сұрайды Хасекемен. Қызметші ханшайымға Церутидің бұйрығын екенін айтып береді. Бірақ мен олай жасай алмаймын дейді қызметші. Сен үйге қайта бер, менімен бірге өлуің керек емес, мен өзіме қамқорлық жасай аламын. Махаббат, сабыр, мейірім, бұлар барлығы мені құтқарып келген, және осы жерде де көмектеседі деп ойлаймын. Иә, білемін, сіз өте сабырлысыз. Мен Церутидің бұйрығынан бас тартпадым. Егер мен көнбесем, ол басқа бірдеңе ойлап сізді өлтіретін еді. Енді екеуміз осында оған қарсы жоспар ойлайық дейді қызметші. Жоқ, ол мені жаман көрген болуы мүмкін, бірақ ол жақсы адам. Оған зияным тигенін қаламаймын. Кейбір заттарды өмірдің даналығына қалдырған дұрыс. Егер тағдыр жазылған болса, әкем мені өзі іздеп келеді. Оған дейін табиғат аясында болатыныма қуаныштымын дейді Хасекемен. Қызметші орман арасынан кішкентай үйшік жасады. Онда Хасекемен қызметші әйелімен бірге жасай бастады. Бір ай өтіп ханзада Тайонари келіп Хасекеменнің жоғалғанын біледі. Ол бүкіл қала ауылдарды қарап іздеді, бірақ таба алмады. Тіпті ұлы император да іздеу салды. Ханзада Тайонари үмітін үзбеді. Хасекеменнің табиғатты, орманды жақсы көретінін біліп, орман ішіне қарап көрмек болады. Таң атқанда ханзада жолға шықты. Бірнеше күн іздеп жүрді. Оның тірі екенін сенетін еді. 2 аптадай жүріп, Хибари тауына жетіп келді. Су ішу үшін тоқтады. Бірден құлағына таныс әуен естілді. Әуен жаққа қарай барды. Хасекеменді көрді. Олар бір-бірімен қауышты. Қызметші оған Церутидің жоспарларын болған оқиғаларын айтып берді. Тайонари, қалайша жүрегі ашу ызаға толы адам өз халқы үшін қызмет ете алады деп, оны Жапония елінен мәңгіге қуып шығаруды бұйырды. Хасекемен болса, өз патшалығын сабыр, мейірім, әділетпен басқаратын ханшайым болды.